Сәлем достар, сіздермен Еркетай арнасы. Арнамызға лүпіл басып, тіркеліп, қоңыраушаны баса кетіңіздер. Қазақ арнасының дамуына қолдау білдіріңіздер. Баяғыда екі дос сахарада сапар шегіп келе жатып, әлденеге келісе алмай, ерегесіп қалады. Бірі ашуланып, екіншісінің бетінен ұрып жібереді. Досының соққысы жанына батса да, ол жақ ашпайды. Бірақ құм бетіне «Бүгін менің жан досым бетімнен ұрды» деп жазады. Содан соң сапарларын ары қарай жалғастырады. Көп замай алдарынан үлкен көл кездеседі. Екеуі суға түсіп, сергіп салқындап алуға бекінеді. Суға түскені сол-ақ екен, таяқ жеген жігіттің аяғына балдар оратылып, тұншыға бастайды. Серігі жалма-жан көмекке ұмтылып, өлім қатерінен оны құтқарып қалады. Бір ажалдан аман қалған жігіт өз-өзіне келгесін орнынан тұрып, тасқа ойып мынадай сөздер жазады. Бүгін менің жан досым өмірімді сақтап қалды. Жолдасының ізіне аздап таңырқаған досы, алғашқы ісімді құмға жазып едің, соңғысын тасқа жазып жатырсың. Мұның мәнісін түсіндірші, деп сұрайды. Сонда бізге біреу зиян тигізсе, істеген ісін құмға жазуымыз керек. Кешірім желі суырып, оны өшіріп жіберуге жеңіл болады. Ал біреу бізге жақсылық жасаса, оны тасқа жазғанымыз ләзім. Қандай дауыл, борандар болса да, оны ешқашан өшіре алмас, деген екен ақылды дос. Бұдан шығатын түйіндеме, жамандықты, жаман амалдарды құмға жазып үйренейік. Жақсылықты, жақсы амалдарды тасқа жазып үйренейік ағайын. Видеоларымызды өткізіп болмау үшін арнаға тіркеліп, қоңыраушаны баса кетіңіздер. Қош сау болыңыздар.